Ежелгі Египет тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Екінші бөлімі перғауындар билігінің күшеюі. Перғауындар, жаңа жоғарыда айтып кеткеніміздей, бұның алдындағы сабақта айтып кеткеніміздей, бұл бір тұтас Мысыр мемлекетінің патшалары болған. Салтанатты қабылдаулар кезінде перғауынның қолында қамшы мен аса таяғы болған екен. Мына көріп отырғаныңыздай, бұл қамшы мен аса таяқ мынау биліктің белгісі болған екен. Яғни қол астындағы бүкіл халыққа билік етем, және оны басқарамын деген мағынада. Есте сақтаймыз, қамшы мен аса таяқ болған екен. Неден ақ көріп тұрсыздар, неден табылған саркофагтардың, әртүрлі фараондардың, перғауындардың осындай мәйіттерінен табылған осындай мүсіндерінен де көруге болады. Ежелгі египеттіктер әртүрлі жаңағы құдайларға сенген болатын. Олар құдайларды көбіне не жануар басы, адам денесін адам денесіндей, ал басын жаңағы жануардікіндей бейнелейтін болған екен. Оларда ең басты құдай ол Амон-Ра, яғни күн құдайы. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай, Амон бұл жаратушы құдай болса, Ра күн құдайы. Кейін екеуін біріктіріп Амон-Ра, яғни күн құдайы, жаратушы күн құдайы деп есептеген. Бұл египеттіктердің ең басты құдайы саналған екен. Есте сақтаймыз, Амон-Ра, яғни жаратушы күн құдайы. Анубис, неден көріп тұрғаныңыздай суретте, бұл өлілер құдайы, өлілер дүниесінің құдайы. Птах, бұл қолөнершілер мен суретшілердің құдайы. Маат, шындық, шындықтың құдайы болған екен. Хатхор, махаббат, қуаныш құдайы. Тот, басына ибис құсының басы секілді болып келген. Тот бұл даналық құдайы. Жазудың қамқоршысы, жазбашылардың қамқоршысы, жалпы даналықтың, ақылдың құдайы болып есептелген екен. Енді бүгінгі тақырыпты бастамастан бұрын мирра ағашы деген ұғымға түсінік беріп алайық. Мирра ағашы дегеніміз Арабия түбегінде және солтүстік шығыс Африкада өсетін ағаш. Бұл ағаштың шайырынан діни ғұрыптарды іске асыру үшін түрлі майлар дайындаған екен. Мирра ағашына әлі тоқталамыз. Мынау алдарыңызда Мысырдың атақты перғауындары. Аменхотеп, Тутмос I, Тутанхамон, Нефертити, Хеопс, Клеопатра, Рамзес, Хатшепсут деген әртүрлі жаңағы әйгілі перғауындар болған екен. Бірақ осылардың ішінде ерекше Хатшепсут деген перғауынға тоқталғымыз келеді. Мынау Жосер бұның алдында айтып кеткеніміздей, Синай түбегіне, Нубия жеріне жорық жасаған патша және Жосерді сіздер бұның алдында естідіңіздер. Ең алғаш осы Жосер перғауынға арнап баспалдақты жаңағы пирамидалар тұрғыза бастаған екен. Ең алғашқы, ең ежелгі пирамида бұл Жосер перғауынның пирамидасы, баспалдақты пирамида. Ал біздің заманымыздан бұрынғы 16 ғасырда Мысырда әйел перғауын Хатшепсут билік еткен екен. Ол Пунт елінің байлығын иелену үшін сол елге әскери жорық ұйымдастырған екен. Бұл жерде Пунт ел деген ғалымдардың әлі күнге дейін анықтаған жоқ, шамалап болжамдайды. Яғни Пунт мемлекеті туралы көптеген тарихи дәлелдер бар, алайда ғалымдар қазіргі күнге дейін оның нақты орналасқан аймағын анықтай алған жоқ. Оларға тек ежелгі египеттіктердің Қызыл теңізден шығып, оңтүстікке қарай бағытталғаны ғана белгілі. Кеме бір апта бойы жол жүреді екен. Және сол Пунт еліне экспедицияны египеттіктер елеулі жетістіктердің бірі деп санаған екен. Яғни қарап отырсаңыз, Пунт елін қазір картадан көрсетеміз. Міне осы Пунт еліне жорық ұйымдастырған осы Хатшепсут деген әйел перғауын болған екен. Хатшепсут перғауын, суретте көріп отырғаныңыздай, ежелгі Мысырдың 18-ші династиясы жаңа патшалығының әйел перғауыны.
Хатшепсут деген есім қазақшаға аударғанда салихалы әйелдердің алдыңғы қатарында жүретін деген мағынаны білдіреді екен. Хатшепсут, яғни салихалы әйелдердің алдыңғы қатарында жүретін деген мағына білдіреді екен. Хатшепсут Тутмос бірінші деген перғауынның қызы болған, және Хатшепсут Тутмос бірінші қайтыс болғаннан кейін жаңағы өз еркінен тыс өзінің ағасы Тутмос екіншіге әйелдікке беріледі, яғни әйел болады. Жасы үлкен, ұсқынсыз, оның үстіне өзінің ағасы болып келетін жаңағы Тутмос екіншіге тұрмысқа шығады, өз еркінен тыс. Бірақ Тутмос екінші көп ұзамай қайтыс болады. Билік оның баласы Тутмос үшіншіге, яғни кіші әйелінен, бірнеше әйелдер болған ғой, кіші әйелінен туған Тутмос үшіншіге беріледі. Хатшепсут Тутмос үшінші кішкентай бала болғандықтан оның регенті болып тағайындалады. Бірақ жаңағы қанында билікке деген құштарлық бар Хатшепсут Тутмос үшіншіні көп ұзамай ығыстырып, бар билікті өз қолына алып алады. Бірақ жаңағы Египеттің тарихында әйелдер еш уақытта перғауын болмағандықтан, перғауын болуға рұқсат етілмегендіктен, Хатшепсут өзінің Амон-Ра құдайының баласы екенін жариялап, жаңағы несіне сақал киіп алып, ер адамдарша киініп, бетіне сақал киіп алып, жаңағы өзін перғауын деп жариялайды. Хатшепсут тарихта өте мықты билеуші, керемет ғимараттар тұрғызған, және жоғарыда айтып кеткеніміздей құпия Пунт еліне жорық жасаған перғауын ретінде қалады. Хатшепсут билікке келгеннен кейін ауыл шаруашылығы үлкен күйзеліске ұшырап, өнім азая бастаған болған. Шаруалар ауыл шаруашылық еңбегін өте пайдасыз деп жерлерін тастап әскерге кетіп жатты. Өйткені сарбаздар Мысыр қазынасынан жоғары төлем алып тұрған, алтынмен. Сондықтан егін шаруашылығымен айланысқаннан гөрі жаңағы егіншілікті тастап әскерге кеткен жөн деп санады. Осындай ауыр күйзеліске ұшыраған Египет мемлекетін қалпына келтіру үшін Хатшепсут перғауын қазынаның 2/3 бөлігін егін шаруашылығына жұмсап, ел экономикасын сақтап қалған екен. Яғни егіншілерге өте үлкен қамқорлық жасап, қазынадан қаншама қаржы жұмсап, егіншілікпен айналысуды қайта қолға алып, Египет елін осындай үлкен дағдарыстан, экономикалық дағдарыстан алып шыққан екен. Оның үстіне жаңағы жоғарыда айтып кеткеніміздей, Хатшепсут ежелгі Египеттік перғауындардың ішіндегі ең әйгілісі, ғимараттарды соғумен және Пунт еліне жасаған саяхатымен, шамамен осы тұстар болу тиіс. Картадан көріп тұрғаныңыздай, Пунт елі деп отқанымыз шамамен осы жер. Біздің заманымызға дейінгі 15 ғасырда ежелгі Мысырда Хатшепсуттың бұйрығымен бейтаныс Пунт жеріне сауда экспедициясы алғаш ұйымдастырылған екен. Бұл елден олар әртүрлі бағалы тауарлар алып келген екен Пунт елінен. Ол пілмүйіздері, бағалы ағаштар, бағалы аң терісі, әртүрлі алтын, күміс, әшекей бұйымдар. Бұл бірақ ең бастысы бұл мира ағашы. Мира ағашы деп отқанымыз, суретте көріп тұрғаныңыздай, Арабия түбегінде және солтүстік шығыс Африкада өсетін ағаш. Бұны жаңа жоғарыда, бастапқыда айтып кеттік. Бұл ағаштың шайырынан, суретте көріп тұрғаныңыздай, шайыры деп отқан смоласы. Шайырынан діни ғұрыптарды іске асыру үшін түрлі майлар дайындалған екен. Сондықтан бұл мира ағашының маңызы өте жоғары болған, және де осы Пунт елінен жоғарыда айтып кеткен бағалы заттардан бұрын осы мира ағашын алып келетін болған екен. Және осы мира ағашынан әртүрлі рәсімдерге қажетті түрлі майлар дайындаған екен. Хатшепсут сонымен қатар Дейр эль-Бахри, алдарыңызда тұрған Дейр эль-Бахри, Фивы қаласының маңындағы Дейр эль-Бахри ғибадатханасын тұрғызған екен. Бұл ғибадатхананың басқа ғибадатханалардан басты айырмашылығы, бұл кәдімгі дайын жартастың ішіне ойылып салынған ғибадатхана.
өте әсем, көркем, өте биік, иә, көрген адам таң қалатындай үлкен жаңағы ғибадатхана болған кейін есте сақтаймыз. Дейр эль бахри ғибадатханасы. Яғни қарап отырсаңыз, Хатшепсут перғауын, әйел перғауын осылайша елді 22 ежелгі Египет елін 22 жыл бойы басқарып, оны экономикалық дағдарыстан шығарып, керісінше дамыған мықты мемлекетке айналдырып, көптеген ғибадатханалар салдыртып, оның ішінде мынау тұрған Дейр эль бахри ғибадатханасын. Одан кейін жаңағы нені көріп отқаныңыздай, иә, Пунт еліне жорық жасаған перғауын ретінде тарихта қалған екен. Хатшепсут перғауын шамамен біздің заманымызға дейін 1468 жылы қайтыс болады. Бұл жаңағы Хатшепсут қайтыс болғаннан кейін билікке Тутмос үшінші қайта келеді. Тутмос үшінші, білесіздер, бұл жаңағы Тутмос екіншінің кіші әйелінен туған бала болатын, және де бұл Тутмос үшінші өзінің өгей шешесін, яғни Хатшепсутты өте жек көретін, және Хатшепсут қайтыс болғаннан кейін, биліктің басына келгеннен кейін, Тутмос үшінші Хатшепсут туралы барлық естеліктерді, барлық жазбаларды өшіртуге бұйрық береді. Яғни оны тарихтан мүлден жоқ қылып жіберуге тырысады. Тіпті ол жасаған әрекеттердің бәрін өзі жасады көрсетіп, ол туралы жазбалардың бәрін өшіртіп, дегенмен бәрібір Хатшепсут тарихта қалып қояды. Өйткені мынау Дейр эль бахри ғибадатханасының қабырғаларында жасалынған суреттердің бәрі дәл сол қалпында қалып қояды да, сондықтан Хатшепсут туралы көптеген жаңағы ақпарат кейіннен бәрібір ашылады. Ол Хатшепсуттың мықты билеуші болғаны, Пунт еліне жорық жасағаны, 22 жыл билегені, елді дағдарыстан шығарғаны туралы, көптеген ғибадатханаларды тұрғызған туралы кейіннен бәрібір әйгілі болады. Тутмос үшінші оны қаншалықты жойып тырысқанымен. Енді мына үшінші Тутмостың жорықтарына тоқталатын болсақ, Мысыр перғауыны үшінші Тутмос басқыншылық саясатын кең көлемде жүргізді. Ол Сирияға 17 рет жорық ұйымдастырған екен. Вавилон, Ассирия мен Хет патшалары Мысырға алым төлеп отырған екен осы үшінші Тутмостың кезінде. 1922 жылы Тутанхамон перғауынның табытханасы табылған болатын. Мына алдарыңызда тұрған. Өкінішке орай, Египет жеріндегі пирамидалардың көпшілігі ерте заманда тоналып кеткен болатын. Ал мынау Тутанхамон табытының бір ерекшелігі, бұл Тутанхамон деген перғауынның табыты 1922 жылы тоналмаған сол қалпында табылған болатын. Яғни бұл табытхананың бас ерекшелігі сонда тоналмаған қалпында сақталған екен. Мынау неден? Саркофагтың өзін қарасаңыз, үлкен алтынмен қапталып жасалған. Мынау ірі храмдар, Мысырда салынған ірі храмдар салынған қалалар бұл Фива, Мемфис және Гелиополь. Мынау Фива храмы өзінің әсемдігімен ерекшеленетін. Мынау Фива ғибадатханасы жалпы 200-ден астам мүсін бар екен, ода орналасқан. Онда абыздар қызмет еткен екен, діни іс-шаралар өткізген. Мынау Фива ғибадатханасындағы ішкі бөлмелерге тек абыздар мен перғауындарға, елді билеген перғауындарға ғана кіруге рұқсат етілді. Қалған адамдар бұнда кіруге құқысы болмаған. Мына Фива храмындағы мүсіндердің, жалпы бұл храмның қаншалықты керемет биік болғандығын тіпті мына суреттен байқауға болады. Мына төменде көріп тұрғаныңыздай адамдардың бейнесі, ал мынау жанындағы мүсіндер. Биіктігі қаншама алып, өте керемет құрылыс болған осыдан-ақ көруге болады. Осындай 200-ге жуық мүсін бар екен осы Фива храмында.